Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен бірге 7-ші дәрісті бастаймыз, яғни жүктік көтеру механизмдері, қозғалыс механизмдері. Жұмыстың жоспарына келетін болсақ, бұл жалпы мәліметтер, оның құрылымдық ерекшеліктері, осы қозғалыс механизмдердің, жеке жетекті көтеру механизмдері, қозғалыс механизмдері, оның негізгі схемалары. Жалпы мәліметтер және құрылымдық ерекшеліктері. Жүк көтергіш машиналардың жетек түріне сәйкес көтеру механизмдерін қолмен басқарылатын және жеке топтық машина жетектері бар механизмдерге бөлуге болады. Жеке машина жетегі бар көтеру механизмі көрсетілген 8:2 суретте көрсетілген. Бұл механизм қолмен жасалатын негізгі айырмашылық. Бұл механизм мен қолмен жасалатын материалдың негізгі айырмашылығы жетек қозғалышының және көтеру биіктігінің шектеуішінің болуы. Жетек қозғалтқышы ретінде олар негізінен электр қозғалтқышын және жиі гидроқозғалтқышты пайдаланады. Барабанның айналмалы жылдамдығын азайту және оның моментті тиісті түрде арттыру үшін барабан мен қозғалтқыш арасында редуктор орнатылған. Газгортехнадзор ережелеріне сәйкес, жеке немесе топтық жетегі бар әрбір көтеру механизмді автоматты түрде тоқтататын, жүк көтеру биіктігін шектейтін құрал болуы керек. Егер краншы жүк жоғарғы рұқсат етілген жағдайда жақындаған кезде механизмді уақытылы өшіру керек. Өшірмесе көтеру керек. Неғұрлым қауіпсіз жұмыс істеу үшін жеке машина жетегі бар көтеру механизмдері жетек қозғалтқышы қосылған кезде ашылатын қалыпты жабық типтегі тежегіштермен жабдықталуы керек. Электр жетегі бар механизмдерде қауіпсіз жұмыс көтергіш қозғалтқыш пен тежегіш электромагниттің немесе тежегіш жетегінің қозғалтқышының желісіне параллель қосылуымен қамтамасыз етіледі. Жеке машина жетегі бар көтеру механизмдерінде барабан редукторға қатты элементтері бар муфталар арқылы қосылады. Ал қозғалтқыш редукторға қатты және жиі серпімді элементтері бар муфталармен қосылады. Бұл механизмдерде тежегіш әдетте жоғары жылдамдықты білікке орнатылады. Бұл білікке серпімді элементтері бар муфталарды қолданған кезде Газгортехнадзор ережелеріне сәйкес тежегіш шкив ретінде редуктор бөлігіне орнатылған жартылай муфтаны ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Индивидуалды жетекті көтеру механизмдері. Көтеру механизмін таңдау кезінде мынандай факторларды ескерту қажет. Яғни бірінші, жүк қармау құрылғысының түрі. Екінші, көтерілетін жүктің массасы, яғни қандай масса болады. Көтеру биіктігі, қаншалықты биікке көтеру керек екен. Жүкті түсіру кезінде талап етілетін көтерудің тұрақты жылдамдықтарының саны.
Крандарды пайдаланудың технологиялық процестерінің ерекшеліктеріне немесе көтерілетін жүктің сипатына байланысты арнайы талаптар. Жүк қармау құрылғылары ретінде ілмектерді, кенелік қармауыштарды, бір арқанды грейферлерді қолдану кезінде жүкті көтеру және қармау үшін тек бір ғана көтеру механизмі талап етіледі. Жүк қармау құрылғысы ретінде екі арқанды грейферді, көтергіш электромагнитті немесе басқа да арнайы жүк қармау құрылғыларын пайдаланған кезде жүкті көтеру және қармау екі механизммен жүзеге асырылады. Арнайы жүк қармау құрылғылары бар көтеру механизмдерінің конструктивтік ерекшеліктері осы біздің дәрісімізде негізі былай қарастырылмайды. Көтерілетін жүктің массасы көтерілетін механизмнің полиспаст схемасына әсер етеді. Жүктің көтерілу биіктігіне және полиспаст еселігіне байланысты барабанның қажетті арқан сыйымдылығы өзгереді. Жүкті көтерудің едәуір биіктігі және полиспасттың үлкен еселігі кезінде барабанның арқанды қажетсінуі соншалықты артады. Барабанның шамадан тыс ұзындығына байланысты арқанды барабанға бір қабатқа орау мүмкін болмайды. Бұл жағдайда арқанды барабанға көп қабатты ораммен немесе қос үйкеліс барабандармен көтеру механизмдері қолданылады. Әзірге осы. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар.